Нұрғысен мына бүгінгі форумнан не күтесіз? Форумнан қазақ айтишниктерінен заманнан озатын бір-екі ой күткім келеді. Себебі заманмен ілесу қазіргі таңда ол керек етумен пара-пар. Мәселен, жаңа біздер балаларды қамтитын, ересектерді қамтитын мультфильм форматындағы жаңа әліпбиге үйрететін бір мультфильм бола ма, ойындар бола ма, соны алға тарттық. Сол сияқты бір ұлтымызға қажеті бар, ұлтымыздың мүддесін көксейтін заманауи идеялар айтылса деп ойлаймын. Және ол қазіргі прогрессивті жастардың қолынан келетінін мен оған кәміл сенемін. Сіз айттыңыз, соны өзіңіз араласып іске асыруға көмектесесіз? Мен енді аудармашы болғандықтан менің де бұл істе қызығушылығым орасан. Әрине, мәселен, мен жігіттерге ұсыныс тастаймын. Бір кішігірім топ бар, Фейсбукте де осы мақсатта топтар бар. Солармен ойласып, түптеп келгенде бұл бүкіл халқымызға қажет. Енді үлкен жұмыс қой. Енді бел шеше кірісетін. Соған енді менің де ойымдағы бір-екі ұсыныс бар. Соның барлығын бір түптеп келгенде бір ойлардың, идеялардың копилкасына жинақтасақ деген ұсынысым бар. Бұл жерде демеуші табу қиын ба? Қазіргі кезге дейін сондай проблема болып кетті ғой. Енді демеушіге қатты тәуелді болмайтын кейбір жұмыстар бар. Соларды жасай беруге болады. Мәселен, әліпбидің түрлі нұсқаларын ой елегінен өткізіп, сұрыптап, мәселен, кейбір қарпына 9 қарпке байланысты қай дифтонгтар келеді, қайсысы келмейді, соның қайсысы орындалау жазу кезіндегі, интернетке түсіру кезіндегі қайсысын қайлы болады. Оның барлығын ойлану керек. Ол тек қана қызды тірлікпен бола салуға болмайды. Себебі ол енді түптеп келгенде бірнеше ұрпақтың кәдесіне жарайтын әліпби болу керек қой. Сондықтан енді бұл әлі де болса көп кешенді жұмысты қажет ететін жұмыс болып тұр. Бұл жерде қызуқандылыққа салынбау керек.